Ойлан тап арнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода шын немесе өтірік ояны болады. Сұрақ саны 28, ойлануға 10 секунд, әрдүр жауапқа бір пайдан. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Құмырсқалардың дауысы бар. Қалай ойлайсың, бұл шын ба, әлде өтірік пе? Бұл шындық, олар дыбыс шығарады, бірақ біз естімейтін өте әлсіз дыбыс. Адам көзі қараңғыда көреді. Қалай ойлайсың, шын ба, өтірік пе? Және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Бұл бізде өтірік, толық қараңғыда ешкім көре алмайды. Айда ауа бар. Қалай ойлайсың, бұл шын ба, өтірік пе? Әрине бұл өтірік, айда атмосфера жоқ, демек ауа да жоқ. Ойлан тап арнасының көрермендері, біздің арнамызды 99% тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетсең, 25 000 оқырманға өте аз қалдық. Бірге жетейік. Рахмет. Кит, балық, қалай ойлайсың, шын ба екен, өтірік пе? Өтірік. Кит сүтқоректі, ол желбезекпен емес өкпемен тыныс алады. Пингвиндер ұша алады. Өтірік, олар тек суда жүзеді, бірақ ұша алмайды. Банан жидекке жатады дейді. Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Шындық, ғылыми түрде банан жидекке жатады. Иттер түстерді ажырата алмайды. Бұл бізде әрине өтірік, олар кейбір түсті көреді. Айнада бәрі сол жаққа бұрылып көрінеді. Шындық, айна бейнені солға, оңға ауыстырып көрсетеді. Жираф жылай алады дейді. Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Өтірік, жирафтар көз жасы шығармайды. Адам тілі бұлшық еттен тұрады. Бұл бізде шындық, тіл ең икемді бұлшық еттердің бірі. Барлық мысықтар сүтті жақсы көреді. Қалай ойлайсың, шын ба, өтірік пе? Бұл өтірік, кейбір мысықтар сүтке аллергиясы бар немесе ұнатпайды. Ай сайын жер кішкене кішірейеді дейді. Сен қалай ойлайсың, бұл шын ба, әлде өтірік пе? Қайшыны Марста қолдануға болмайды. Қалай ойлайсың, бұл шын ба, әлде өтірік пе? Шын, қысыммен ауа болмағандықтан металл құралдары оңай сынуы мүмкін. Адам бір апта ұйықтамай жүре алады дейді. Шын ба екен, өтірік пе? Шындық, бірақ өте қауіпті, миға зиян келуі мүмкін, қайталамаңдар. Балықтар су ішпейді. Қалай ойлайсың? Өтірік, тұщы су балықтарды суды дене арқылы сіңіреді, ал тұзды судағылар шынымен ішеді. Аюлар қыс бойы ұйықтайды. Шын ба, өтірік пе? Шындық, бұл құбылыс қысқы ұйқыға кету деп аталады. Супермаркеттерде жасанды иіс шығаратын құрылғы бар дейді. Шын ба екен, өтірік пе екен? Бұл бізде шындық. Кейбір супермаркеттерде иіс арқылы клиентті тарту үшін арнайы иіс береді.
түйе су ішпей 3 ай өмір сүре алады. Шын немесе өтірік? Бұл бізде шындық. Түйелер ұзақ уақыт сусыз жүре алады. Пицца алғашында тәтті тағам болған. Қалай ойлайсың? Бұл шындық. Ертеде пиццаға тәттілер мен жемістер салатын болған. Көбелектер тілмен естиді. Қалай ойлайсың? Шын немесе өтірік? Өтірік. Олар дыбысты арнайы сенсорлар арқылы сезіледі, бірақ тілмен емес. Барлық аралар шаға алады. Қалай ойлайсың? Шын ба? Өтірік. Тек аналық аралар ғана шағады, еркектері шаға алмайды. Қызанақ көкөніс. Шын ба? Өтірік пе? Өтірік. Ғылыми түрде ол жидек. Адамның сүйегі темірден мықты. Шындық. Сүйек қатты қысымға төтеп бере алады және жеңіл әрі берік. Кейбір өсімдіктер ән тыңдаса тез өседі. Шындық. Зерттеулер кей дыбыстар өсімдіктердің өсуін ынталандыратынын көрсеткен. Қолтырауындар көз жасын төгеді. Шындық. Олар көз жасын шығарады, бірақ бұл эмоция емес, көзін ылғалдандыру үшін. Әлемдегі ең үлкен жануар көгілдір кит. Шындық. Бұл жердегі ең үлкен жануар. Қарлығаштар ұясын бір рет қана салады. Шын немесе өтірік? Өтірік. Олар бір ұясын бірнеше жыл пайдалана алады. Қант суды кептіреді. Шын немесе өтірік? Шындық. Қант суды сіңіріп алады. Қанша сұраққа дұрыс жауап бергенді міндетті түрде комментарияға жаза кет. Мен оқимын. Және де видеоға лайк басып, каналға тіркелуді міндетті түрде ұмытпа. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош болыңдар.